Сәлем достар, сіздермен бүгін бірге картошка қосылған вареники жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта менің қарапайым видеоларымды жіберіп алмау үшін ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз тестамызды илеп аламыз. Ол үшін бізге бір дана жұмыртқа, бір стақан су, бір шай қасық тұз және електен өткізілген 250 немесе 300 грамм ұн қажет. Шаныштың көмегімен жақсылап араластырамыз. Барлығы жақсы біріккенше және ұнымызды екі бөліп салып, жақсылап теста илейтін боламыз. Мінекей біздің тестамыз дайын және оны 10 минутқа тындырып қоямыз. Тестамыз 10 минут тынып тұрды және осы күйінде ұзынша етіп алты бөлікке бөліп аламыз. Сіздер енді өз тесталарыңыздың көлеміне қарайсыздар. Мінекей тесталарымызды 6 бөлікке бөліп алдық және осылай ұнға аунатып отыра қолымыздың көмегімен ұзынша етіп аламыз және өзімізге керек мөлшерде осылай кесіп аламыз. Мен осылай үлкенірек жасадым. Сіздер мүмкін кішірек жасасаңыздар болады. Тестамыздың барлығын осылай жайып алдым, үлкенірек жасадым және мен ең бірінші картошканы пісіріп алып суытып алдым және тестаға салған кезде суық болу керек. Барлығын осылай түйіп шықтым. Менде көбірек шықты. Қалғаны морозилкаға қатырып қойдым. Және су қайнатып аламыз. Осылай салып, барлығын пісіріп аламыз. Вареникилеріміз дайын, осылай судан сүзіп аламыз және өз қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Мен мұнда подлив жасадым және екіншісіне қаймақпен. Алдағы уақытта менің видеоларымды жоғалтып алмау үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қасиет.